Мамандар не берет. Скажем, отпись, а мне не стал тебе. Привет, Казахстан. Наверное, все уже знают, по какому поводу собрались сегодня на центральной мечети города Алматы. Да, к сожалению, такой вот повод ужасный собрал нас всех. Прогрессивная часть Казахстана, всей республики, сегодня здесь. 74 года и Жасарала Куанышалина не стало.
telefon. Сол амалдардың бірін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамның құлға екендігі сол сәтіне байланысты дейді. Мұсылманның егерде мұсылман алдындағы міндеттері бар. Сәлем берсе, сәлемді жауап беру керек. Сәлем айырмай қалады. Сәлем берсе жауап берілмей қалады деген. Сондықтан мұсылманның сәлем берсе жауап беру керек. Олар негізгі ақыларының бірі ең үлкені. Ол дүниеден өткеннен кейін оның жаназасына қатысу алады. Сондықтан жаназаның сауабы өте үлкен. Алла тағала баршамызға сол сауаптан ал енді бір мың болған екен. Мен кіші хабарландырып айтып кетейін. Ағамыз Жақсылау Рәжептей olan ағамыздың жаназасына Алла тағала рахмына беріле береді. Сауаптан болар, ерсін деген әрбір қадамдары сауаптан жасын. Қазір бұнда елген жерлерде Алла нәсіп етсе. Алған шақсасын бойында Айша деген әмеде сол жерде Өмек жарымда асы болады. Сол жерде барып асына қатып, құлаға қатып, сол жерде жақсы сөздердің барлығы сол жаққа айтылады иншалла. Сол жерде жаназа оқып, дұға жасап, күнли жерінің рәсіміне асылай қалайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ой жеткен болса құлымызға беруге асып, енді менде болғаннан кейін алыс еріс болады. Менде болғаннан кейін алыс еріс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам қабірге қойылғаннан кейін ол қарыз алмады. Немесе қарыз алған болса соның ертеңіне ойланады. Сондықтан намазға шығарады. Сондықтан Жасарал ағамыздың артынан егер халық үмітті болған болса, үміттен халық берген болса, Мұхаммед Бақан ағамызға келіп жол басты. Осы кісі қарызын өтеймін деп тұр. Егер қарыз алған болсаңыздар, осы кісіге келіп бересіздер. Жаназа намазы 4 тәкбірден тұрады. Жаназа намазына не дедіңіздер? Жаназа намазының дұғасын айтса білмейтін болсаңызда, әйітке дұға деп кісілерімізден дұға қазақша оқылады. Сіздер кішкене айтсаңыздар болады. Жаназа намазына не дедіңіздер? Далын. Добрый день. Молчанов Евгений. Караганда. А я разница. Мы одинаково скорбим. Все.
Люди подходят и подходят. И еще будут, я уверен, многие подходить. Gençler. Спикер какого-нибудь найти, блин.